Красноярск қаласында ғана ол. Егер Ресей Федерациясының бүкіл аумағына есептейтін болсақ, мен сөзім енді мүмкін былай зерттеп отырып, болжаммен айтып отырмын, 2000 баладай шығып қалуы мүмкін. Маған телеграм канал, мен осы мәселені айналысқан кезде мені халықаралық заңгер ретінде танып алды ғой. Әр жақтан хабарласады. Көп ондайлар. Бірақ маған тікелей жүгініп отқан жоқ, себебі әлі күнге дейін бұлар біздің жұмысымыздың нәтижесін көріп отқан жоқ. Біз 3 баланы алып келдік, оны біз әлі бір телевидениеден көрсеткен жоқпыз. Сондықтан олар ойлайды, Қазақстан бәріп шығара алмайды. Маған келгеннен дейін бұл кісілерге айтқан, Қазақстанға беру деген заң жоқ, сол жақта өтейді деген. Мен бірақ бана конвенцияны қойып, балаларды алып келгеннен кейін барып, балаларды үміт пайда бола бастайды. Үміт пайда болып 3 бала келді, бірақ қазірде мына жұмыстың тоқтап қалу себебінен балаларды қайтадан болмайды екен. Содан кейін ол жақта мынандай жансақ пікір бар. Ол жаққа келеді де айтады, мысалға Ресей Федерациясы бағана 220